Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 3-ші сынып. Уақыт бөлімі. 2-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы: сағат 7-де тұрамын. Пән мұғалімі Лесова Ақмарал Кеңесовна. Жаңа сөздермен таныс боламыз. Таңертең, жарым, жуыну, жаттығу, жасау. Таңертең, жарым, жуыну, жаттығу жасау. Сағат 7-де тұрамын. Сен нешеде тұрасың? Ол 7-де тұрады. Мен таңертең жаттығу жасаймын. Жалғауларға назар аударыңдар. 2-ші тапсырма 69-шы бет. Оқылым. Мәтінді оқимыз. Мен таңертең 7-де тұрамын. Жаттығу жасаймын. 7:30-да жуынамын. 8-де тамақ ішемін. 9-да үй тапсырмасын орындаймын. 11-де теледидар көремін. Сағат 1-ден кеткенде мектепке барамын. Тапсырманың дескрипторы: мәтінді оқиды 1 балл. Мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды 2 балл. Жақсы. Келесі тапсырма. Жазылым. 70-ші бет, 5-ші тапсырма. Сұрақтарға жауап жазу. 1-ші сұрақ: сен таңертең нешеде тұрасың? 2-ші сұрақ: сен нешеде тамақ ішесің? 3-ші сұрақ: сен нешеде мультфильм көресің? 4-ші сұрақ: сен нешеде футбол ойнайсың? Жазылым әрекетінің дескрипторы: тиісті қосымшаларды жалғайды 2 балл. Жазылым барысында орфографиялық нормаларды сақтайды 2 балл. 4 сөйлемді дұрыс жазса 1 балдан алады. Барлығы 8 балл. Есте сақтаймыз. 7-де тұрған баланың болады ісі өнімді. Күнменен апта қарағым, өтеді сонда көңілді. Назарларыңызға рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.